Көк тудың астында Алатаудың баурайында әуелі Құдай оңдасын деп бар мұтық балғасың ая жағын. Осы сияқты бір мотоциклдің обзорын жасап жейік деп отырып, сипаттамасын. Тыкасу деген мотоцикл 400 күп, TKI 400 деген модель. 45 аттың күші бар. Көлемі 400 күп, типі суық отымен сұйықтықпен салқындатылған мотор. Мына жақтан көрінеді, мынада пластик көбі, в общем. Масляный охлаждение деп атады ғой орысша, сол сияқты. Қазақшасы сұйық отымен салқындатылған жүйе. Максималды қуаты 45 аттың күші. Айналу моменті 35 Hм 800 айын минутына. Жанармай жүйесі инжектор, электронный щиток. Рамасы жеңіл алюминий рама. Алдыңғы аспа на амортизатор. Арт жағы бір амортизатормен бекітілген. Алдыңғы аспасы телескопиялық вилка. Тежек жүйелері қос дискілі ABS жүйесімен жабдықталған. Алдыңғы артқы размер, доңғалақтың размері 17, 120, 70. Алды арты бірдей. Ұзындығы 2050 милли. Ені 750 милли. Биіктігі шамамен 1150 милли. Орташа биіктігі 810. Мына жерде айтамыз ғой, орташа биіктік деп. Ал салмағы 165 килограмм. Қосымша артықшылықтарында айта кетейін. Жарықтандыру жүйесі толық диод фарлар мен артқы шамдар. Көрсеткіш панелі электрони. Щиток прибор деп жүйесі тұр ғой, оны көрсеткіш панелі дейді қазақша. Жанармай бағы 20-30 литр шамасында. Түстер, әртүрлі түстер бар. Қазір көрсете кетем. Қарасы бар, қызылы бар, ағы бар, түрлі түстер бар. Общий дизайн мына сияқты. Қорытындыға келе айтатын болсақ, жоғары сапалы компоненттермен жабдықталған жүргізушіге максималды жайлылықпен басқаруды қамтамасыз ететін спорттық мотоцикл бұл. Трассада, қалада, көшелерде сенімді және қуатты болуға арналған жоғары типтегі Қытай мотоцикл деп қойсаң. Енді жапондықтарды ұнатасыздар, бірақ олардың бағасы 7-8 миллион. Бізде бұның бағасы миллионның ар жақ бер жағы. Мына жерде мафондары бар. Жаңа Дугати сияқты жасалған ғой енді. Қатты артыға айтып кетпейін енді. Барлық ақпараттарды айттық. Мына жақта бір кемшілік енді тепкі жоқ. Бұндай мотоциклге енді тепкі қажет етпейді деп ойлаймын. Бұны мінген адамдар, үшін аккумулятор сатып алатын ақшасы бар адамдар мінеді деп ойлаймын. Енді тепкі деп отқаным. Оны мүмкін түсінбейсіздер. Оны орысша кикстартер дейді. Қазақша бұны тепкі дейсің. Бізде міне оригинал 150 куб Yamaha тұр бұл жақта. Сонымен қоса мына жақта 250 куб Yamaha тұр бізде. Таза оригинал Yamaha. Сіздерге не керек соның бәрі болады. Сосын осылай упаковка жасап жібереміз. Бұл Мото Қазақстан. Бұл дүкеннің іші. Сосын жаңағы мотоциклдің тағы да түрлі түсін көрсететін болам. Санаулы ғана үштіктерге батыр. Мен мынау жаңағының кітте жасыл түрі тура осы модельдің. Енді екінші бір модель бар. Бұл бізде 250 күп, по-моему. Бұған арнайы видео түсіретін болам. Келесіде осын түсіретін болам. Қазірше осы модельді қараңыздар, көріңіздер. Дос жарандарыңыз егер осыны іздеп жүрген болса, бізде нақтылы қолымызда зат бар. Алматы қаласынан кез келген жерге жеткіземіз. Адресіміз Мизан базары, Мото Қазақстан.
Осы адреске келесіз, в общем, Мото Қазақстан 234 және Яди деп тұрады.